Қосқандарыңызға кереметті сонау жақсы әндерімді айтып өттім. Қазір білесіздер, тойдың көп болғаны, елдің тоқ болғаны, той күні туыс қаптайды, бірін-бірін шақтайды. Ақыны силедің төрінде, ат ақындық айналар, әкімі силедің төрінде, бақ әкімдік айналар деп айтып жатыр. Қадірменді қонақтарымыз, мен қазір сонау Бақтияр тойханасында мен кереметті бір жас түлектердің тойларын басқарып жатқан едім. Жаңағы Асқар ағамыздың мерекесі дегеннен кейін сіздердің алдарыңызға шауып келген жайым бар. Құда қаласа, бізде сіздердің отырыстарыңыз бізге де жұғысты болсын Асқар аға. Құда қаласа, тойыңызды жарқырау қыздырып, тойларыңыз той болсын, елдер сахна төрінде әуір. Бәрекелді, ақын бауырым, әрі ақын, әрі сазгер самада, әнді айтты жаңада. Ақында қара, менде қара, екеуміз оқсаймыз президент Қарағалама. Құдай қаласа бір қошемет тауып қойыңдар екеумізге де. Құдай қаласа, мен ойлап отырмын, керемет көңіл күйдің арқасында осы Мақтааралдың мақтанышына айналып жүрген ақын-аларықта юлдарыңыз міне бір сәтке болса да осында сіздерге көңіл күйін бөліп, өзінің ән шумақтарын, ән жырларын шашамыз деп арнайы келген шайы ендеше Асқар ағаларында бұл шәкірттерін бұл тойханадан сый-сияпатына жібермеймін деген ойы болатын болса, ақындай юлдарында, ақындай шәкірттерінде міне мәртебесіне биіктеп, өзінің алғыстарын айтып жатқан жайы. Ал Құдай қаласа, осыдан кейін аған бір мешіттің иманы болады, аншысы бол Құдай қаласа. Ақын жанға мың рахмет.
Ақынша сыйлап келгеніңе, мынау дағдылығызды көптер көрерсін, иманды, мейманды жігітті жүре бер. Рахмет. Асқараға осыменен әліміз бітті. Тамада партия тойханасына кетті. Әдемі көйлек кигендер, таң атқанша билеңдер. Шақырсаңыз Алматы Астанаға барамыз. Асқар ағамның шәкірті болып сіздерге талай ән саламыз. Көп емес, бірақ бесок болып аламыз. Рахмет аға, ойларыңыз керек. Бәрекелді, ақсын тойға қонады. Құдай қаласа ақын бауырым жақында 23-ге толады. Ақын бауырым тақияны кидің ғой, енді сақал мұртты қоя берсең болады. Иншалла, солай ақындай бауырларымыз мені тойдың көріне келіп өздерінің ән шашуларын, жыр шумақтарын шашып жатқан шайы. Біздер тойдың көріне келгеннен соң, мына бірде жасы жетіп келген апамыздан немере сұрап жатқан екен, апа, шай тұққа махаббат тұққа десе, апамыз айтқан дейді, қайдан білейін бағам екеуді серлесіздер. Ендеше сіздер шай істер деп отырыңыздар, мен тос беріп серлейін деген ойым бар. Ағыстекпен, жас ниетпен осында алыстан алшылар бала келсе, алыстағы шалғырынан тұрып сәлем береді деген. Төрімізге сонау Жетісудың жерінен, Алатаудың төрінен, Алматы өңіріне келген түрлі қыстақтың жұрындыздарға қол кезегілерін сөз тұрады. Атап айтқанда, Бақтыргенов ағайын жұбайы Гүлнар ханыммен бірге, және де Жезқазған өңірінен келген Зағипа Сарыбаева әпкеміз. Және де бірді осындағы жолдасы Дәулет ағамызбен қосыла келсе, Алматыда тағы да Анар Тілеева ханымдар, Кенжегүл Ахметова ханымдар да осы ортадан табылса. Және де маған осында Асқар ағамның сілтеуі бойынша Түркістан өңірінен келген бір топ кластастарды арнайы шақырғанды жөн сана деп әрине тізгінді берген жайы Тамара Нұрманова ханымдар, Назира Баймағамбетова ханымдар, және де Шералы Қарлығашбай ағамызбен әпкеміз Алғабас өңірінен Ергеш Сапаргүл, және де Қалданкүл Анар, және осында Нұмарбаевалар ортаға келіп жатса деген ойымыздар. Келіңіздер аты аталған ханымдар, аты аталған мырзалар әсемайының аясында өзі. Міне, сіздердің осы жылдық сағыну кештеріңіз жалғасын тауып, осында әнімізде, сәнімізде жараса өрлеп жатқан жайы. Мен осында алшылар бала келсе деп қайталап айтамын. Алматының төрінен оңтүстік астанамыздан келіп отырған ханымдардан ақылеті, жас ниетті бастаған жөн санадым. Әрине, өзің бақытты боламын десең, өзгенің қуанышын қызғанба деген бір қошемет қылып өздеріңізге қошемет жасап қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болар ендеше. Ал енді өзіктерге өзім дегендей бағана да жақсы тілектер кеттің артықшылығы жоқ. Айтты, енді мына сіздер. Ал енді бұл жерде қазіргі тілмен айтқанда, қымбатты сыныптастар, мына жерде жиналып отырған дастарханымыздың себебі бәрімізге түсінікті. Көңілдеріміз өте шат. Мына жерде жарқын күлкілер естіліп отыр. Өте қуаныштымыз. Өз көңілімізді өзіміз көтеріп отыруымыз керек мұндайда. Бізге күнде 30 жылдық болмайды. Қыз демей, келін демей, ол демей, күйеу бала демей, бәрі бір баладай болуымыз керек. Бәріміз мына отырған Нұрсұлу апайдың, Күлімхан апайдың, Ләззат апайдың, біреуіне ұстаз, біреуіне шәкіртпіз. Осында көңіл көтеріп отырайық. Барлығымыз айта кетерміз. Көңіл денсаулықтың арқасында көтеріледі. Көңіліміз көтерілсе, денсаулығымыз мол болады. Сондықтан бәріміз өзімізге денсаулық тілейік, бір-бірімізге жақсылық тілейік, құрметпен қарайық, сыйластықпен қарайық.
мына қамшының сабындай өмірде тек қана жақсылықта өмір сүрейік, түсіністікпен өмір сүрейік, бір-бірімізді көтермелеп, болатын елдің баласы бірін-бірі батыр дейді, болмайтын елдің баласы бірін-бірі не дейді? Өзі дейді. Сондықтан бірімізді біріміз көтермелеп, мына бүгінгі айтылып жатқан бізге мақтан сөздерге одан әрі қатты мақтанып кетпей, бәріміз де куә болып жатырмыз. Мынау бір жақсы кездесу болды. Ал енді айта кететін жай, мына мектебімізді көріп, бағанағы жетістіктерін көріп, өте бір қуанышта болдым, өз басым. Соның ішінде бәріміз де солай болдық деп ойлаймыз. Басынан бастап Сеймен аяғына дейін болдық, сыныптарды аралап шықтық. 2 корпус деп жатырмыз, А корпус, Б корпус деген сияқты. Бәрін аралап шықтық. Өте өзгешелік көп. Қазіргі жаңа технология, қазіргінен бәріміз жасалған. Мына заманда қазір 2001-де жоқ жаңа интерактивный, мультимедийный кабинет деген. Бізде ол бар екен. Грамота алып жатқан оқушыларымыз одан көп. Алғыс хат, мақтауға алып жатқан ұстаздарымыз одан көп. Мына осы тұрғандарымыздың ұлдарымыз, қыздарымыз, немерелеріміз дегендей грамоталарына былай марапатталып жатыр. Оның барлығы осы бәріміздің жұмыс деген тірлігіміздің арқасы деп ойлаймын. Сондықтан бұдан былай мына Қазақстанымыздың өркендеуіне одан ары үлесімізді қоса берейік, амандықта, саулықта жүздесейік. Аман сау болыңыздар барлығыңыз. Kendilerinizге sağlık, бастарыңызға байлық, отбасыларыңызға бақыт береке тілеймін. Сіздің үйдегі ғой. Ағам айтып жатыр да, көзінің қиясымен басып қояды. Соған қарағанда алған айлықтарды барлығын әпкемеге тапсырады ол. Күйеулерге бере. Сөз кезегінде тапсырып жатқан жайы бар, күйеулерге берейік. Күйеу дұшпан деген бір апта қазір данышпан болып болған бұл кісілер. Ал ендеше міне бүгінде жадырап тұр ашық аспан, көңілді бұзғайыш қалыптасқан. Мен осындағы күйеу балаға тос беремін, 30 жыл бұрын әпкемді алып қашқан. Ақылы көзіңізден болсын. Рахмет ана. Ал енді құрметті мынау. Мен жолдастың класстастары, менің класстастарым бұндарға бүгіннен бастап. Шақырды ғой. Шақырғандарыңа рахмет. Асеке, сіз ғой бастағым енді, басшы сау. Шақырғанды рахмет артына. Біз енді қосуда айттық жағдайды 20 жыл. Біз маған 5 жыл, 1 жыл қайтпаймыз, келе береміз. Шақырғаннан қалмаймыз, шақырып жерге бармаймыз. Сондай адамдар. Енді дейміз, мына рахмет сізге. Мына кешегі айтып жатқаным, бұған кеткен де бар, жетпеген де бар ғой. Мына кешегі кеткендерге Алла иман берсін бәріне. Айтып Құран оқып тұр ғой, иман берсін. Қалғандарыңызға өмір берсін. Үлкен ата әже болыңыздар. Шалгебір болыңыздар, жамбылдың жақсыны тілеймін бәріне. Ең жақсы жамбылдың жақсы берсін, сосын аса беріңіздер. Бұны арзан енді Құдай бере береді ғой, беремін дейді. Жалғыз енді үлкен кісілердің сөзіне қосылады. Ең бақ ұстаздарға рахмет етеміз. Осы кісілердің арқасы біріміз жаңағы монтер болсақ, біріміз шақтырып отырған сондай жағдай ғой, негізі. Бірімізде тамада болып отырды. Сізге денсаулық тілеймін, мен өзі көп сөйлемеймін, бақыт тілеймін. Немере көріңіздер, шебере көріңіздер. Арай бақытты болыңыздар енді. Тоғаға шақырып тұрсаңыздар. Өтіс. Реклама. Ойғырмай әбден беріп қалған қол өзінен өзі кетіп қала береді ау деймін да. Бәрекелді міне айналайнаға бүгін екітінен қабат, тостойын қабат болсын деген ағамның туылған күні екен, бір қошеметті құттықтап қойып ендеше. Бәрекелді мынау 50-ге толсаңыз, 60-тан асып, 70-ге жетіп, 80-ден секіріп, 90-ға тоқтамай, 100-ге жетіп немерелеріңізді боқтамай жүре беріңіз деп басыңызға бір тақияны кигізіп қояды ендеше. Бәрекелді. Крыша деп жатыр ағам. Ал үстем болсын балыңыз, қашанда осындай көңіл күйде қалыңыз. Ең алдымен айтарым 50-ге толған аман болсын шалыңыз деп ақ деп өзіңізден болсын. Шарапай келіңіз. Көп рахмет сізге. Мен не айтайын, бүгінгі өте қуаныштымын, мен барлықтарыңызды құттықтаймын, құтты болсын, той-тойға құлақсызбын. Біріншіден Ұсқын апай, Шарапай, Гүлімхан әпше, Ләззат, сіздерге рахмет. Осы бізде бірге белсеніп қатысып отырсыздар. Біріншіден денсаулық тілеймін сіздерге. Сіздеріңіз сау болсын, балаларыңыз аман болсын. Өйтіп
үлкен ағзаңызды ана болып ортамызда жүре беріңіздер. Және мен сыныптастарыма көптен көп рахметімді айтам. Ұлдардың келіншектері де мына қыздар да барлығы білсеңіз бізді жатырқамай бәрі бірдей қарсы алып жатыр. Көп рахмет. Дендеріңіз сау болсын, жақсылықта әрдайым кездесіп жүре берейік. Тағы да Қырғызда кездесейік. Сыныптастарға 30 жылдық жасаттыңыз. Тәтті тағам жасаттыңыз. Әпке мен сізден сұрайынша, шаштың прическасын неше теңгеге жасаттыңыз? Ақсек өзіңізден болсын. Тамада бола сөз бергенге рахмет айнымайын. Неғылымызына қымбатты апай, Ырысқұл апай, Шар апай, дендеріңіз сау болсын. Жастарыңыз ұзақ болып, алдымызда еш қартаймай 100 жасқа келіп жүре беріңіздер. Біздің қызығушылығымызды бірге бөлісіп, бізден 4 көзіміз түгел осында кең дастарханда кездесіп, осы 30 жылдығымыз болатын, енді 40 жылдығымызды бірге тойлап жүре берейік. Неғылайым мына сыныптастарым, құрдастарым, кластастарыма мынау 72-ші жылы мектепке алғаш қадам басып едік бірге. 78-ші жылы, 81-ші жылы осы класты қыздар балаларымен бірге қызықтарымызды бірге өткізіп, барлық қызығымыз мектепте болды. Енді 78-ге келдік қой? Бопты. Сөйтіп осы достарымды ешқашанда ұмытпаймын. Өйткені бірге қызықшылығымызды бірге бөліскенбіз. Ең қызықшылық кезі мектепте. Жаңағы ең алғашқы махаббат басталады партадан болып, қазіргі өлеңдер шығып жатыр ғой. Сол айтпақшы біздің достығымыз ең басты неде мектепте болған. Осындай бір ауызбіршілігіміз, апайларымыздың арқасы, Ырысқұл апай, Шар апайларымыздың арқасы. Осындай ауызбіршіліктен айырмай бізді әлі де көргеніміз той болып, жегеніміз қой болып, осындай қызықшылықтың бірнешеуіне куә болып жүре берейік. Мынау кластастарым 81-ші жылы жігіт болып, неғып енді бүгін 30 жылда ел ағасы болып, бұларда біреуі ата, біреуі әже болып, осы отырған жайымыз бар. 3-4 немерені өсіріп, 30-ға дейін 30 жылдың ішінде. Бақыттымын деп ойлаймын осы достарымның арқасында. Бәрімен бірге осындай кең дастарханда кездесе берейік. Ағам қатты көргенде қарағанда махаббаттың біріншісі сол бастаған. Екінші базыдан басталған мен. Бәрекелді. Міне мектептегі қызықтарды біршама айтып өттіңіз ғой, мектептен демалмайды. Бұрын шаштарыңыздан осы жігіттер кезінде тартып ойнап жүрген болса, міне бүгінде бір-бірімізді қуана сағына бимен қуып жүрген жайымыз бар. Ақсілектің жас ниеттің тізгінін әрмен қарай ағалатын жалғау тапса, 200-ің қуаныштың алауындай, осындағы барша достардың қалауындай, ағаның үстіндегі көк көйлегі Қазақстан Республикасының жалауындай деп. Ақсілек өзіңізден болсын аға. Ашуаңызға канал қасыпты. Ырысқұл апай, Шар апай, осының бәрі сіздердің арқаңызда. Осындай дәрежеге жеткіздіңіздер. Осы құрдастарым, жолдастарым арқасында осындай 30 жылдық мерейтойын істеп жатырмыз. Бәрімізді құтты болсын. Өсіп отқан ұлдарымыздың құтын көрейік. Дастарханымыз әр уақытта тойға жайылсын. Деніміз сау болып, аспанымыз ашық бола берсін. Ақынның философы болса қазақ, бұл ақын ұлдарыңыз талай жандарға өлең жазады. Менің ағам осында айтып қалды, бұл ағам ашылмаса канал қазақ деп. Бәрекелді Ақсілектің жас ниеттің тізгінін өздеріңізден әрмен қарай толғап табамыз. Кластас жолдастар, Ырысқұл апай, Шар апай, Гүлімхан апай, бәріне денсаулық тілеймін, өмірде бақытты болыңдар. Бәрін 100-ге келіңдер, құда қаласа. Осы 30 жылдық, 40 жылдық деп отырғанымыз ары қарай әптарларға жарас. Басымыз бірігіп жүре берейік. Өлді махаббат шықпайды деді. О, махаббат. 8 бір арман деп ағаның жаңа маған сыртта бұлай деді, менің өлеңім бұлай ет дейді. О, махаббат, қараңызға барып,
bir kızla жақындап бұрышқа барып тағалап жерінен сүлбілетіп жемесең ол несіне махаббат деп. Махаббаттың көкесі көкемді болған ендеше. Сағатты қолға тағылсын, кластас қыздарға жағылсын,